Илинеңер оғылырғаран Аллах туларылыр әйген için чиер өретер сыллағы республикатағы күн сардаңата экологическая экспедиция бүкінлерге аммаға түміктенді. Экспедицияға оғылар 10 күн ұстата улус нәхілектерінен сылжан тулалыр әйгені қамсыр харамайдары сири оту өреттілер чинчейділер. Сәтті қайысқалақ экспедицияға рас ұлыстартан Жакускай қораттан барыта төрден үсіға кәлін 9 күн ұстата аммалуын сирин отын ұратытын қамсыр харамайдарын чинчейділер. Экспедиция бұлырын тааттылуын чечімағар ұтылы өтәбет боллағына бұйыл аммалуғығар тәрелінне. Табиғи экспедиция ұтки ұлған қайысқанан ділер. Бастығыта естественно-научный дем болар, экологический қайысқа, онтан иккеге краеведческий дем болар. Онан арадыбыт, онна хәтті қайысқалақ. Холубыда хәтті қайысқадай ботаника, орнитология, межлотоведение, гидробиология, этнография, онны арағаны, онны хәтті қайысқаны білебет. Экспедиция Саха Республикатын Аюр Хахайстватын, Экология Министерстватын, Наука Академиятын, Криолитозону биологический кығылға институтын ученайдара оғыларға арас маршруттары тәриділер. Ол көрдік этнографияны сир ирбет тоңын, амма өрігін көллерін тұрғын харамайдарын чинчейділер. Бұл ұбыт качествотын өретебет. Он был химический анализ на работу, он был самый передовой метод биоиндикации. Все эти уголорор ты на харамайда туруктарын көрөмөт, көрүңдөрүн көрөмөт, бу уже у качествотун бахарак яктакпыт. Бу ники кайын эрту, испетту, бу уки сөтөлүгөн сөпту. Экспедицияға оғылар айылға арас әттіктерін, сүйрерін көтерін илі қарақтарынан, әтелілерінен тұтан қабан көрін чинчиян научный экобар егі сүрерға қолоннулар. Мен қолыбыр чичақтары өретемін. Бұл хетті көне егер бейан чаттан тақса чичақ көрдуіт бұғылақ, көрдуіт еттебет. Дәрдісті үйесті кластан энтомологияны өретен керім бұдым. Ловушка бар бері тұрарымын. Манна мен энтомологияны табыдым. Докладым темата кузнечикиден. Хаялақ сергейін хырпыппыт. Бабышкалары, үйенлері уапсайынан сачоғынан ен тупыппыт. Субы күрдік оғылар аммай алғатын кітті үксі білсен, әлбәғай білен көрін доғуя сынянан тарғастылар. Тамара Сметанина, Лия Яковлева, Саха телевидениеті, Амма.